В общем, ет, бет, көкөніс, разный цвет бәрін жинаймыз. Етті газға, отқа шыңғыртамыз. Пияздың бір очкасын аламыз да майдалап тураймыз. Пратаны келеді, оны аламыз да майдалап тураймыз. Соң қызыл бірден кейін барлығын қазанға саламыз еттің үстіне. Содан кейін араластырамыз, жақсылап тұрып. Потом шөп себеміз бетіне. Одан кейін тағы да қызыл бірден кейін бітпейтін. Оны да қосамыз. Сосын сәбіз. Оны да еттің үстіне саламыз, араластырамыз. Көкіріп біткен огурцы, баклажан, антошка, картошка. Оны да қосамыз, не деген толмайтын қазан мынау. Содан кейін жетілмей қалған помидор. Оны да қосамыз. Бетіне газдалмаған суды құямыз, трәкпімен жабамыз. Трәкпілеп капустамен жабамыз. Кішкене күтеміз. Вуаля, тамағымыз дайын. Приятного аппетита! Бүгін біз божо деген тамақты дайындаймыз. Ол үшін антошка, картошка, көкөніс, етпет барлығын сәйгүртпен жуылған қолмен жақсылап тұрып араластырамыз. Сонан соң оның барлығын қарынға саламыз. В общем, пещераның ішіне пихать етеміз. Бүкіл көкөніс барлығын. Сонан соң үстінен бұлақтың суын құямыз. Одан кейін реставрация жасаймыз. Яғни ұзын инемен қинап бетін тігеміз. Жақсылап тігіп алыңыздар. Сонан соң қазанға салып, суға тұншықтырамыз. Ауа жетпейтіндей тұншықтырамыз. Біраз уақыттан кейін бұжы деген тамақ дайын болады. Қарынды жарамыз, пышақпен қинап, сосын ішіндегі дәмді тағамнан семья болып бәріміз ауыз тиетін боламыз. Приятного аппетита! Божо! Сәбіз, пияз, қызылша, талдың бұтағын аламыз. Желінетін допты аламыз. Етті суға тұншықтырамыз. Пиязды пытырлатып тураймыз. Сәбізді тиоркадан өткіземіз. Қызылшаны тиоркадан өткіземіз. Картоптың мартуын шығарамыз, және де доптың желін шығарып майдалап тураймыз. Және оны суға саламыз. Ал пиязды мамалатамыз, отқа салып, бетіне сәбізді салып шыңғыртамыз. Қызылшаны салып прикол ұстаймыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сөйтеміз да суға сорпаға саламыз. Жақсылап араластырамыз 5 минут, сосын вуаля! Борщ дайын. Приятного аппетита! Әр түрлі түсті светофор овощи аламыз. Пиязды аламыз да пытырлатып тураймыз. Сонан соң қызыл пересті аламыз да қытырлатып тураймыз. Сары пересті аламыз да сыпырлатып майдалаймыз. Сосын жасыл пересті аламыз да жабыстырып жібереміз. Артынша етті жақсылап тұрып қуырамыз. Бетіне светофорымызды төгеміз. Сонан соң араластырамыз. Артынша бұжық деп бірден төгеміз. Қып-қызыл оны да араластырамыз. Сосын әппақ порошокты себеміз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Сосын мынаны жақсылап оқыңыздар. Осы оққандарыңызды тауып, оны да себесіздер өздеріңіздің вкустарыңызға қарай. Сосын оны жақсылап тұрып араластырасыздар. Бүлік. И вуаля! Баланез дайын. Ас болсын. В общем, баклажанды аламыз да жанын шығарып майдалап турап, оны отқа саламыз да шыңғыртамыз. Содан кейін огурцы мен помидорды аламыз да майдалап тураймыз. Қызылы помидор, жасылы огурцы. Содан кейін оны баклажанмен араластырып бетіне құм себеміз. Бетіне құмды себесіз. Содан кейін өзіңіздің бұғызыңыз қалай ақ порошокты себесіз бетіне. Содан кейін әдемілігі үшін бетіне шөп шалаң тастайсыз. Біз енді акиматтың алдындағы газоннан үзіп алып тастай салдық бетіне. Сонымен салатымыз дайын. Приятного аппетита!